Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қызылшадан жасалынатын өте оңай екі түрлі салаттың рецебімен бөлісемін. Қонақ дастарханға жасасаңыздар да, кез келген қою тағамдармен ұсынсаңыздар да өте дәмді салаттардың бірі. Алдымен қызылшамызды морковча салатқа арналған түйіркіден осылай өткізіп аламыз. Сәбізді де өткізіп дайындап қойдым. Одан кейін қияр мен капустаны барынша жұқалап және де ұзыншалап турап аламыз. Келесі кезекте ыңғайлы ыдысымызға осы көкөністеріміздің барлығын саламыз. Капустамызды, сәбіз, қияр және де қызылшаның барлығын саламыз. Дәмдеуіштерді қосамыз. Қандай дәмдеуіштер қосқанымды осы видеоның описание бөліміне жазып қалдырамын. Сонымен қатар 2 чеснокты үкіштің ең майда көзінен өткізіп аламыз. Және де сұйық майды жақсылап қыздырып барып қосамыз. Енді салатты араластырамыз. Осымен біздің бірінші салатымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалынады. Және де жеңіл салаттардың бірі. Тіпті диета ұстап жүрген ханымдар болса да, осы салатты күнделікті жеп отырсаңыздар болады. Дәл осы құраммен үлкен тарелкадан 4 тарелка шығады. Қанша штук кеткенін осы видеоның астына жазып қалдырамын. Екінші салатты жасаймыз. Бізге ол үшін суға піскен қызылша қажет. Алманы видеодағыдай 4 бұрыштап тураймыз. Кукуруз қосамыз және де суға піскен қызылшамызды да 4 бұрыштап тураймыз. Біраз қасық майонез қосамыз. Осыдан көп майонез қосудың қажеті жоқ. Біраз қасық қоссаңыздар жеткілікті. Жақсылап араластырамыз. Осымен екінші салатымыз да дайын. Бұл салат өте дәмді, қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті көрермендер, егер осы рецепт сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, менің осы қазақша каналымның алға қарай дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, осы видеоны өзіңіздің достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта парақшама көптеген пайдалы рецепттер салып отыратын боламын. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздермен болған Әсел. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.